Сәлем достар, бүгін сіздерге муравейник десертінің пісіру жолын көрсетемін. Ең алдымен біз қамыр илейміз. Ол үшін жұмсақ сары майға қант, жұмыртқа, ұн, қопсытқыш қосып қамыр илейміз. Иленген қамырды екі бөлікке бөліп, тоңазытқышқа 30 минутқа қатырып қоямыз. Енді тоңазытқыштан қамырымызды алып, үккіштен өткізіп, қызып тұрған 180 градус ыстық пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Креміне келетін болсақ, вареный сгущенкаға кілегейді қосып миксерлейміз. Содан кейін пісіп шыққан қамырды ұсақ бөліктерге бөліп, бетіне крем құйып, жақсылап араластырамыз. Енді муравейникті рюмка немесе табанның көмегімен неше түрлі форма жасап аламыз. Шоколадты кондитерлік мешокқа салып, ыстық суға қойып, ерітіп, муравейниктің үстін әсемдейміз. Және қалауынызша жемістер қолдануға болады. Достар, осы рецепті міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.